Сәлем, мен саған жұмбақ жасырамын. Шешіп көр. Суда өмір сүреді. Жүзудің хас шебері. Атауы әрпінен оны кім біледі екен? Бұл балық. Керемет. Келесі жұмбақ. Бұл жануар әдемі қулығымен белгілі. Барлығын оңай алдар, ұсақтарды қорқытар. Дұрыс бұл түлкі. Жарадың. Енді менің жұмбағымды шешіп көр. Бұл ормандағы қорқақ, ерекше ұзын құлақ. Жүгірісі тым жылдам. Кім айтады? Бұл қай аң? Иә, бұл қоян, алақай. Келесі жұмбағым. Гүлді айнала ұшады, тозаң жинап алады. Түр келбеті ала, оның аты ара. Енді мына жұмбақты шешіп көр. Ас атасы не екен? Кім біледі, балалар? Оннан оны жасаймыз. Н әрпінен атаймыз. Бұл нан. Сен дұрыс айтасың. Үлкейін, ауыр жануар, ұзын оның тұмсығы. П әрпінен келеді. Ыстық елде мекені. Ал менің жұмбақтарымды шеше аласыңдар ма? Бая оның жүрісі, тасы бар және үстінде. Т деген оның бас әрпі. Қай жануар? Кім тапты? Иә, ол тасбақа. Келесі жұмбақты тыңда. Көлікке ол жатады, аспанға самғап ұшады. Әрпінен басталады. Бұл қай көлік? Кім табады? Бұл ұшақ. Түнде айға улиды. Қорқынышты білмейді. Тістері бар ақсиған. Абай болшы бұлаңнан. Бұл қасқыр. Тағы бір жұмбақ білемін. Көздері бар үлкен, тұмсығы оның бүрілген. Түнде азыққа шығады, күндіз ұйқыға батады. Бұл не? Дұрыс айттың, бұл жапалақ. Сау бол, ақылды балақай.